Қазақстанда салынатын 4-ші мұнай өндіру зауытының пайдалануға берілетін мерзімі осы жылдың 1-тоқсанында белгілі болады. Бүгін мұнай және газ министрлігінде өткен алқа жиында ведомство басшысы Ұзақбай Қарабалин осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша зауыттың орналасатын орны мен оған салынатын инвестицияның мөлшері де осы аралықта анықталады. Былтыр еліміздегі 3 бірдей мұнай өңдеу зауытында 14 миллион тоннадан астам мұнай өңделген. Ал мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі 81 миллион тоннадан асқан. Алайда үкімет басшысы 4-ші зауыттың іске қосылуын жеделдету керек деді. Өйткені жаңа жобаны іске қосу арқылы келешекте мұнай тапшылығын болдырмауға мүмкіндік бар. Оның үстіне қазірдің өзінде Қазақстан 2 миллион тоннаға жуық мұнай өнімдерін сырттан әкелуге мәжбүр болып отыр. Премьер-министр отандық мұнайшылар қара алтынның сапасын жақсартып қана қоймай, мұнай өндірудің көлемін еселей түсу керек деп тапсырды. Қазір Қазақстан мұнай өндіру жағынан 20 елдің қатарына кіреді. Выпуск основных видов нефтепродуктов несколько снизился. Алдыңғы жылдарға қарағанда былтыр елімізде мұнай өнімдерінің негізгі түрлерін шығару 6%-ға азайып қалды. Бұған Ресейден әкелінетін жеткізілімдердің дұрыс реттелмегенінің салдары себеп. Мәселен, осы жылы біз 2,7 миллион тонна жанармайды ғана өндіріппіз. Өткен жылдармен салыстырсақ, бұл көрсеткіш небәрі 94% ғана. Вы знаете, что у нас на сегодня зарегистрировано более... Қазір елімізде көмірсутек шикізатын барлау жұмыстарын жүргізуге ықылас білдірген компаниялардан 200-ден астам келісім шарт келіп түскенін білесіздер. Яғни қаржы салғысы келетін инвесторлар жеткілікті деген сөз. Сондықтан мұнай және газ министрлігі Қазмұнайгаз компаниясымен бірлесіп, экономиканың осы секторына жұмыс істеу керек. Біздің инвесторларға қоятын ереже талаптарымыздың барлығы ашық болуға тиіс. Қазақстанда отырып отандық және шетелдік инвесторды бөлмеуіміз керек. Инвесторларға қойылатын талап бәріне бірдей, түсінікті әрі ашық болуы керек. Үкімет басшысы мұнай компанияларында жиі кезігетін жұмысшылар арасындағы еңбек дауларында сөз етті. Серік Ахметов қандайда бір жанжалға мұнай газ компанияларының өздері жауапты болады деді. Ол өз сөзінде үкімет жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын қатаң бақылауда ұстайтынын ескертті. Сондықтан бұдан былай әр компания қарамағында еңбек етіп жүрген азаматтардың жағдайына селқос қарамай, олардың жатын орындары мен ішіп жейтін тағамдарының сапасына да мән беруге міндетті. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жолдауында үкіметке экономиканың орташа жылдық өсімін тұрақты түрде қамтамасыз етуге тапсырды. Бұл бірінші кезекте мұнай газ секторының дамуына тікелей байланысты. Сондықтан осы саланың тиімділігін арттыру, жаңадан индустриалды инновациялық жобаларды іске асыру, шағын орта бизнес нысандарын көбейту министрліктің алдындағы басты міндеттердің бірі болып табылады.